Екі бай құда болса арасында жорға жүреді. Екі жарлы құда болса арасында дорба жүреді. Бай мен жарлы құда болса айырылыса алмай зорға жүреді. Бұрынғылардан қалған әрбір сөзде терең мағына бар екенінің тағы бір дәлелі осы әңгіме болса керек. Әсем жолдасынан ерте айырылып, екі қызын жалғыз өзі бағып қақты. Сұм ажал жандосты бұл өмірден ерте алып кетті. Әсем ешкімге алақан жаймай, қатарынан кем қылмай, бір емес бірнеше жерде жұмыс істеп жүріп, қыздарының қалауының бәрін орындап, беттерінен қақпай өсірді. Қыздарының тәрбиесіне көп көңіл бөлетін. Соның нәтижесінде Сабина мен Айсара екеуі көрсе көз сүйсінер қыз болып бой жетті. Екі қызының да білімді болуына бар жағдай жасап жүрді. Аналарының арқасында екі қыз да жоғары білім алып, өз істерінің маманы атанды. Сабина балаларға тәлімгер болуды армандаса, Айсара адамдардың денсаулығы үшін күресуді жөн көрді. Екеуі де өз ортасына сыйлы, абыройлы болса да, үнемі жүздерін мұң шалып жүретін. Екеуінің де ойында аналарының жалғыз қалуы. Міне сол үшін де тұрмыс құрудан бас тартып, екеуі де жігіт атаулыдан бойларын аулақ ұстап, үнемі үйлеріне қарай қашады да жүреді. Бойларын үрей билеп алған. Әсем де әбден күйзеліп бітетін болды. Қыздарының жасы 25-тен асса да, тұрмыс құрмай жүргеніне өзін кінәлі сезініп, жанына маза берер емес. Екеуі де анасын уайымға салмас үшін үнемі әр басқан қадамын аналарына баяндап отырушы еді. Бұл жолы Сабина еш ескертусіз кешігіп жатыр. Телефонына қоңырау соғып еді, телефоны өшірулі. Айсара әпкесінің таныстарының бәріне қоңырау соғып сұрастырды. Оның қайда екенін тірі жан білмейді. Мұндай жағдай өмірлерінде алғаш рет орын алып отырғандықтан екеуі де әбден сасқалақтап жүр. Түнгі сағат 2-ге жақындады. Бір кезде есік ашылып, Сабина кіріп келді. Сабинаны көрген Әсем мен сіңілісі Айсараның өңі қашып тұрған орындарынан тапжылмай тұрып қалды. Өз көздеріне өздері сене алар емес. Сабинаны мұндай күйде алғаш көруі. Үсті басы жұлма-жұлмасы шыққан, құдды бір орманда адасып, шөбірлермен шайқасқандай. Ентігін баса алмай әбден шаршап шалдығып, әрең есіктен кіріп анасын құшақтап, еңкілдеп жылап жіберді. Қызым-ау, не болды саған? Мына түрің не? Кел отыршы мұнда. Әпке, мына суды ішіп алшы. Не болған саған? Анашым, деп әрең сөйледі. Өксігін баса алмай, етегі жасқа толып жылаған. Әсем мен Айсара екеуінің көздері бір-біріне түйісіп, Сабинаға не болғанын сезіп тұрғандай. Алайда жағдай олар ойлағандай болмай шықты. Қызым, жетер енді, жылауыңды доғар, дереу жинал, полицияға барып арыз жазамыз. Анашым, сіз бәрін білесіз бе? Сіз бұлай боларын білдіңіз бе? Нені білуім керек еді? Мені алып қашып кетерін білдіңіз ғой, я? Не дейді? Сені біреу алып қашты ма? Қызым-ау, сені соны ертерек айтпайсың ба? Мен сенің абыройыңды біреу аяққа таптаған екен деп зәрем қалмады ғой. Өткен жолы сіз айтып жүрген ауылдағы танысыңыздың ұлы мені күштеп алып қашып кетті. Сен сонда сол жақтан қашып кеттің бе? Сенің денің дұрыс па? Жасың болса 27-ге келді. Неге қашып кеттің? Ол жігітті танисың, бөтен жер емес. Неге бұлай жасадың? Менің тұрмысқа шыққым келмейді. Неге, не үшін? Сізді қимаймын, анашым. Біз кетсек, сіздің күніңіз не болмақ? Өмір бақи жападан жалғыз не істейсіз? Өмір бақи деген сөзіңе келіспеймін. Сөз бар ғой, жарлы деп айтпа, пайғамбарға сөз тиеді. Жалғыз деп айтпа, Құдайға тіл тиеді. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Мен жалғыз емеспін. Жанымда бауырларым, әкеңнің туыстары бар. Екі балам көбейіп 4-еу болады емес пе? Біз сізге қарыздармыз. Осы күнге дейін біз үшін өмір сүріп келдіңіз. Ендігі кезек біздікі. Сендер тұрмысқа шығуларың үшін мен өлуім керек пе? Мүмкін сонда екеуің тұрмысқа шығарсыңдар. Анашым, олай демеңізші. Мен сізді жанымнан артық жақсы көремін. Жарайды, тұрмысқа шық десеңіз шығайын. Ең бастысы сіздің аман болғаныңыз. Бірінші бақ, екінші бақ сор бақ деген. Ақ босаға аттап, ақ орамал жабылған соң сол жерде қалуың керек еді. Ендігі жағдайың не болар екен?